Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 7 сыныптың қазақ тілінен жастықтың отты қайдасың бөлімі бойынша жиынтық бағалауын орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият оқыңыз, ойды жалғастырып, оқиғаны дамытыңыз. Бірінші мәтінмен танысып шығайық. Бір күні Қожанасыр бақшада жұмыс істейді. Түс мезгілі болатын. Қожанасыр түскі астан кейін ағаштың астында демалады. Ағашта өсіп тұрған өрік пен жердегі асқабақты көріп, осы табиғатқа таң қаламын. Өрік ағашы өте үлкен, бұтақтары, жапырақтары өте мықты, бірақ жемісі өте кішкентай, әрі жұмсақ. Асқабақтың сабағы мен жапырағы өте әлсіз, ал жемісі өте үлкен, әрі қатты. Бұл дұрыс емес. Өйткені өрік пен асқабақтың жемісі ауысып кеткен, деп ойлайды. Дәл сол кезде басына өрік келіп түседі. Орнынан атып тұрған Қожанасыр былай дейді. Осыдан былай табиғатқа тіл тигізбеймін. Табиғаттағы барлық нәрсе өз орнында. Егер өріктің орнында асқабақ болса, мен тірі қалмайтын едім. Неге екен? Бұл жерде де оқушы өзінің ойын айтуға болады. Шынында да табиғатта үлкен тепе-теңдік бар. Әр қайсысының өз орны бар. Әрбір нәрсе өте керемет жасалған. Және бұл табиғат заңына бағындырылған. Бұның бәрі тегіннен тегін емес. Соны ойлаған адам бар ма? Ары қарай міне көп нүкте берілген. Бұл жерде оқушылар өз ойын ары қарай мәтінді қалай өрбитінін жалғастыруы керек. Бірінші тапсырма бойынша. Енді екінші тапсырма осы бірінші тапсырманың мәтіні негізінде беріледі. Сұрақтарға жауап беріп, кестені толтыру керек. Бірінші сұрақты оқимыз. Мәтінде қай жыл мезгілі сипатталған? Негізі бұл жерде қате кетуі де мүмкін. Мәтінде қай мезгіл сипатталған деген сұрақ болуы мүмкін. Бірақ енді егер қай мезгіл болса, онда түс мезгілі болады. Ал қай жыл мезгілі сипатталды десе, біз бұл жерге енді күз мезгілі деп жазамыз. Оқиға қай жерде болады? Оқиға енді бақшада болады. Өйткені міне мәтініміздің басында бір күні Қожанасыр бақшада жұмыс істейді деп басталады. Басты кейіпкері кім? Енді түсінікті, басты кейіпкері бізде Қожанасыр. Келесі мәтінге қандай атау бересіз? Екі тақырып қойып қойдым. Бұл яғни табиғаттағы тепе-теңдік немесе әр қайсысының өз орны бар деген тақырып қойдым. Бұл жерде оқушының да жауабы ескеріледі. Соңғы сұрақ: мәтін әдебиеттің қай жанрына сай? Бұл бізде аңыз әңгіме. Үшінші тапсырма: берілген суреттерді қатыстырып, ұрпақтар арасында қарым-қатынас тақырыбында диалог құрастырыңыз. Жастар және қарттар мәселесін көтеріңіз. Сөйлесіңіз және тыңдаңыз. Сөйлеуші тыңдаушы позициясын ауыстырып отырыңыз. Байқағандарыңыздай, бұл жерде бізде мінеке 4 сурет берілген. Яғни осы 4 суретті қарай отырып, бізге 4 суреттің біреуі қамтылатындай диалог құрастыруымыз керек. Мінеке суретке сай диалог құрастырып қойдым. Қазір танысып шығамыз. Сәлем, досым. Сәлем, қалың қалай? Таңертең автобуста бір оқиға болды. Содан көңілім түсіп тұр. Қандай оқиға? Менің аялдамамнан бір қарт автобусқа кірді. Автобуста орын жоқ. Ата жан-жағына қарап, орын іздей бастады. Алдындағы орында студенттер отыр екен. Ата жайлап орын сұрап еді, әлгі бала ештеме естімегендей отыра берді. Оныкі дұрыс болмаған екен. Содан қарт 2-3 аялдамадай тұрып барды. Қазіргі жастар неге үлкенді сыйламайды екен? Өзі де қартайып, күші кеткенде не істер екен? Дұрыс айтасың. Үлкенге көмек көрсете білу керек. Маған бір ой келді. Қандай? Жүр екеуміз үлкенге құрмет көрсет деген челлендж ұйымдастырып, әлеуметтік желіге таратайық. Күшті идея екен. Басқаларға да үлгі болар едік. Мінеке біздің диалогымыз осы мәтінде құрылған. Басқа да суреттеріне таңдай отырып, бала қалауынша
өз диалогын осылай құрастыра алады. Енді қазір диалогқа қандай талаптар қойылады, осы тапсырмаға соны қарап шығамыз. Мінекей дескрипторымызбен танысып шығайық. Яғни бірінші тапсырма бойынша мәтінді мұқият тыңдайды, оқиғаны дамытады, ойды жалғастырады, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Екінші жаңағы диалогымыз бойынша тақырыптық диалог құрастырады, суреттерді қатыстырып сөйлейді, жастар мен қарттар мәселесін айтады, сөйлеуші тыңдаушы позицияларын ауыстырады. Осы талаптар міндетті түрде орындалуы керек. Енді төменгі жағына сіздер өздеріңіз тағы да дескриптор қоса аласыздар, оны білесіздер, иә. Мен оқушыларға БЖВ тапсыратын кезде көбіне сөйлемдердің дұрыс құрылуы, сөздердің орнын дұрыс орналастыруы, грамматикалық қателер, орфография дегенді қосып қоямын. Және оған сай қастарына міндетті түрде балл қоямыз. Сонымен 7-ші сыныптың 4-ші тоқсанына арналған БЖБ тапсырмасын орындадық. Ақпараттар ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, достармен бөлісуді ұмытпа.